Сәлем достар, бүгін мен сіздермен бірге жазға арналған дәмді, шөліңді қандыратын, дәрумендерге толы сусын дайындаймын. Ол үшін бізге керегі 2 алмұрт пен 1 алма, және 1 шыны көк шай және 1 ас қасық бал. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызға қарай көк шайдың орнына су қосуға болады, және лимонның шырынын қоссаңыздар да болады. Ендеше алмамыз бен алмұртымызды жақсылап жуып, майдалап тураймыз. Сосын блендерге салып, артынан шайымызды құйып дайындаймыз. Менде дайын болған сусын 1,5 литр шықты. Енді осыны ішіп, балаларымызға беріп, шөлімізді қандырамыз. Жазды күндері осындай әртүрлі жемістерден сусын дайындасаңыздар, өте керемет, денсаулыққа пайдалы. Назарларыңызға рахмет.